Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай әрі жеңіл салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен көрсетілген заттарды дайындап алыңыздар. Сәбіздерді ұзынша етіп үккіштен өткізіп аламыз. Орам жапырақты төрт бұрышты етіп тураңыздар. Және екеуін бір ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне тұз қосамыз. Қант қосамыз. Және де уксусымызды қосып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Оны біраз уақытқа қылдырып қоя тұрыңыздар. Сарымсақты үккіштен өткізіп қосыңыздар. Қызыл бұрыш қосып, сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Кинза аскүгін ұсақтау етіп турап, салатқа қосамыз. Қиярымызды екіге бөліп, оны ұзынша тағы да бөлеміз, және де қиғаштау етіп кесіп аламыз. Қызанақты да екі бөлікке бөліп, және оны ұзынша етіп кесеміз. Турап алған көкөністерімізді салатымызға қосып, араластырамыз, және оның үстіне жарты қасық соя қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оңай әрі жеңіл дайындалатын салатымыз мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.